Мұхаммед пайғамбардың екінші қатқа көтерілуі. Пайғамбар бісміллә деп екінші қатқа шыққанда, Аллаға мақтау айтып отырған қисапсыз періштені көрді. Олардың ұзын сонар қарасына көз жеткізе алмай таңғалып тұрды. Жәбірейіл сонда: бұлар әуелден қияметке дейін Алланы отырған күйі тапжылмай мадақтайтын періштелер. Бұлардың саны бір Құдайға ғана мәлім деді. Пайғамбар: бұлардың санына көз жетпесе, сырына сөз жетпесе, сауаптары мен дәрежесі де ұлық шығар деп қызықты. Қателесесің, Мұхаммед, деді Жәбірейіл. Бұлардың дәрежесі жер бетінде Алланы ықыласпен еске алған бір пенденің бәсінен төмен болады. Бұлардың арманы Құдайдың сүйген құлдарымен бірге отырып зікір айту, соны Құдайдан тілеп күтіп отыр, деді. Бір кезде тікесінен тұрып, Алланы еске алып, шуылдасып, ұйысып тұрған періштелерді көрді. Жәбірейіл: бұлар әуелден ақырға дейін тізе бүкпей зікір айтатын періштелер. Пайғамбар: тізе бүкпесе бұлардың дәрежесі ұлық болды ғой деп ойлады. Жәбірейіл: олардың дәрежесі сапарда жүрсе де, Алланы тілінен тастамаған үмбетіңнің беделінен кем болады, деді. Пайғамбар одан өтіп, әрі жүріп еді, самғап жүріп, Алланы мадақтайтын періштелер легін көрді. Жәбірейіл: бұлар әуелден ақырға дейін қалқып жүріп, Құдайды еске алатын періштелер, деді. Пайғамбар: қияметке дейін еш жерге қонбастан Алланы пәктейтін болса, дәрежесі мүмкін бәрінен ұлық шығар, деді. Сонда Жәбірейіл: бұлардың дәрежесі төсек тартып жатса да бірі Құдайды жад етуден танбайтын табанды пенденің бәсінен төмен болады, деді. Пайғамбар қолын жайып дұға етті де: я Алла, менің үмбетімнің тілі Алланы еске алудан босамасын деп бетін сипады. Сапар жалғаса берді. Бұлар келе жатып бір ер адам мен қас сұлу әйелді көрді. Жәбірейіл: бұл адам аты мен Қауана деп сыбырлады. Адам аты тақтың үстінде отыр екен, алдында нөпір адам. Оның оң жағында бір есік, сол жағында бір есік тұрды. Адам атаның оң қолын алғандар оң есікке, сол қолын қысқандар сол жақтағы есікке кіріп жатты. Адам оң қолын ұсынғанда қуанып, сол қолын қысқандарға налып отыр екен. Жәбірейіл сонда: Әзірейіл пенденің жанын алса, адам атаның алдынан өткізеді. Оң жақта тұрған есікке момындар, сол жақтағы есікке залымдар кіреді. Оң есікте момындардың жәннаттағы жайы көрінеді. Адам ата жәннатқа барғанға шаттанып қуанады. Ал сол жақтағы тамұқтың есігі безбүйрек перзентінің тамұққа түскенін көріп, қайғырып налиды, деді. Пайғамбар Қауанаға қарады. Ол ерінің сол жағында тұр екен, басына ақ жаулық тартыпты. Өте келбетті һәм көрікті, инабатты келіншек екен. Қауана оң аяғының табанын болмашы ғана көтеріп еді. Жарық нұрдың шұғыласы 18.000 ғаламды нұрға көміп жіберді. Бұлбұлдар тамылжыта ән салып, мейірім шуақ әлемді құшағына орап алды. Бір кезде сол табанын сәл ғана жылжытып еді, астынан ыстық жалын ұрды. Әлгінде ғана орнаған жайма шуақ бақытты әлем көз алдында балқып жанып кетті. Мұхаммед пайғамбар мұның мәнісін біле алмай тұрып қалды. Сонда Жәбірейіл: Қауананың оң жақ табанынан шыққан нұр, жәннаттың мейір шуағы, сол жақ табанынан атқылаған жалын, тозақтың оты. Тозақта, жұмақта ананың аяғының астында деген осы. Егер әйел баласы ибадетке берік болып, арын таза сақтаса, айналасын пейішке айналдырады. Ал егер бұзылып, ар намыстан жұрдай болса, үрім бұтағын тозаққа отын қылады, деді. Пайғамбар пырақтан түсіп алдымен Қауанаға, артынан барып адам атаға сәлем берді. Қауана Мұхаммедтің маңдайынан сүйді, адам ата маңдайынан иіскеді. Пайғамбар олардың жанында отырып, армансыз сұхбаттасты. Қауана пайғамбарға жұмақтың кәусәрін берді. Барша адамзат баласы үшін дұға тілеп, Алладан шапағат сұрады. Пайғамбар адам атаның батасын алып, рұқсат сұрап жолға шықты. Олардан ұзаған соң Жәбірейіл періште: Ай Мұхаммед, сен нағыз Алланың хабибісі екенсің, үлгілі іс қылдың. Алла сенің екі қылығыңа да дән риза.
Біріншісі аттан түсіп сәлем бердің. Жүсіп пайғамбар әкесіне ат үстінде сәлем беріп, денесі 7 күнде шіріп кетті. Артында тұяқ қалмады. Сен кішіпейілдік танытқандықтан денеңді қабірде нұрға бөлейді. Тәкаппарлық Алланың ең жек көретін дерті. Бұдан кейін үмбетіңе сәлем беру парыз, сәлем алу қарыз болсын. Сәлем жүректің есігі, жақсылықтың бесігі. Құдайға жаққан екінші қылығың алдымен анаңа сәлем бердің. Қауанаға екінші боп сәлем бергеніңде Миғраж осы жерден тоқтайтын еді. Әкеңе бір рет сәлем берсең, анаңа 2 рет сәлем бер. Әкеңе бір мәрте жақсылық етсең, анаңа 2 қайтара жақсылық жаса. Жұмақта тозақта анаңның аяғының астында. Үмбетіңе айт, жұмақты іздесе 3 қыз тапқан ананы қадірлесін деді. Пайғамбар сонда 3 қыз таппаса ше деп сұрады. 2 қыз тапқан ананы қадірлесін. Содан кейін деді пайғамбар. Содан кейін 1 қыз тапқан ананы әлпештесін. Қыз тумаған ана болса ше, онда ұл тапқан ананы сыйласын. Баласы жоқ әйелдердің жайы не болмақ деді пайғамбар. Алла пейіштің шарапатын ерін сыйлаған әйелдің табанының астына жасырады. Ал ерге тимеген қыздардың қадірі қаншалықты қымбат деді. Сонда Жәбірейіл олардың иманы мен әдебі таразыға түседі. Көркем мінезі мен әдемі ибағылығы оларды басқалармен теңестіреді. Үмбетіме анаңды, әйеліңді, қызыңды құрметте, сыйла деп айтайын. Ал ер азаматтың құрметі қаншалықты болмақ деп сұрады. Ер азаматты сыйламаған Құдайға қарсы келгенмен бірдей. Ұлы Құдай адам атаны жер бетіне орынбасар етіп жаратқан. Ол отбасының иесі, таразы мизамда да сұрақ алдымен ерден басталады деді Жәбірейіл. Пайғамбар қолын жайып, я жасаған ем, менің еркеккіндік үмбетімді пасық, жасық, намыссыз, қайратсыз, жігерсіз, жеңілтек, қорқақ болудан сақта. Олар ер азамат атануға лайық болсын деп дұға жасады. Пайғамбар пыраққа мініп ілгері жүрді. Жолда бір топ қауымды көрді. Олар егін салып жүр екен. Егін салса дақылдары демде көктеп көгереді. Артынша сарғайып піседі. Оны орып алады, тағы егін салады. Ол да тез пісіп жайқалады. Бірақ әр егін піскен кезде қайғырып, мұңаяды. Пайғамбар мұны көріп аңтарылып тұрып қалды. Сонда Жәбірейіл, бұлар Тәңірге қылығы жаққан құлдар. Олардың егіні қай кезде де бітік шығады. Жұмаққа кіремін десе де есік ашық. Бірақ бұлар артында қалған ұрпағы үшін егін егіп соны орып жатыр. Бұлардың егіні ұрпағының несібесі. Құдайдың қалауымен ұрпағының ризығына айналады. Соның шарапатынан артында қалған ұрпағының бірі бай, бірі бағлан боп өмір сүреді. Бірақ кейбір көңілі соқыр ұрпағы келген дәулетті өзім таптым, өзім жидым деп ойлайды. Соны көргенде ата-бабасы қатты қынжылып қайғырады деді. Пайғамбар пырақтан түсіп, диқаншы қауыммен амандасты. Олар да пайғамбарды құрметтеп қарсы алды. Диқаншылардан соң пайғамбарға бір топ адам кездесті. Олар мүбәрәкті көріп алдынан жүгіріп шықты. Пайғамбар сәлем беріп еді, олар қолдарын ербеңдетіп ымдады. Бәрі қаумалай келіп, мұң-мұқтажын жеткізбек болды. Бірақ қанша сөйлейін десе де дыбыстары шықпады. Тілдері икемге келмеді. Жақтары қарысып, қатып қалған. Пайғамбар не істерін білмей әлек болды. Бұлар мылқаулар қауымы. Пәниде аузы өсек қайбаттан босамаған бақытсыз жандар. Елі зайыптың ортасына түсіп, өсекпен біреудің шаңырағын шайқалтқан. Екі достың ортасына от салып, жақсыларды бір-біріне дұшпан қылған залымдар. Олар ахиретте осылай мылқау боп тіріледі. Аллаға, пайғамбарға мұң-мұқтажын жеткізе алмай қиналады, жапа шегеді. О дүниеде ешкім олардың дауысын естімейді деді. Пайғамбар ол қауымнан теріс бұрылып кетіп қалды. Одан әрі өткенде тағы бір топ адамды көрді. Пайғамбар сәлем беріп еді, олар жауап қатпады. Естімей қалған шығар деп Расул екінші мәрте сәлем берді. Олар үндемеді. Пайғамбар қасына барып еді, құлақтары шеміршектеніп, бітеліп қалған.
еш нәрсе естімейді. Сонда Жәбірейіл: бұлар саңыраулар. Пәнеде өсек аяңға құмар болған, құлағымен зікір, азан, калима сияқты хикметті сөздерді сіңірмеді. Өсек аңдап, соны жинап, терумен әуре болды. Өлген соң құлақпен жиған барлық өсекпен ғайбат шеміршекке айналып, санасының саңылауын бітеп тастады. Бұлардың ауыр жазасы шапағаттың даусын естімейді деді. Пайғамбар олардан да теріс айналды. Бір кезде соқырларды көрді. Қолдарымен қармалап, теңселіп, тентіреп жүр екен. Сүрініп, қабынып, әбден қор болған. Пайғамбардың жаны ашып, оларға жақын барып, сәлемдесіп қолын созып еді. Соқырлар оны көрмеді. Кім келгенін білмеді. Мүбәрәк бір соқырға жақындап қолына жеміс ұстатып көмектесті. Сонда Жәбірейіл: бұлар Алланың берген көз айнасын қор қылғандар. Көбі сұлу көрсе, ашкөздікпен сұқтанған арсыз еркектер. Құдай оларға қаһарланып, көздерін соқыр қылды. Бұл дүниеде құмарлана қараған арсыз суреттері шелге айналып көздерін көр қылды. Енді олар қияметте соқыр болып тіріледі. Махшарда періште мен шайтанды айыра алмай қор болады деді. Пайғамбар олардан да теріс айналып кетіп қалды. Пырақпен жүйткіп отырып, енді бір жерге келгенде қолдары жоқ, иығынан шолақ бір топ мүгедекті көрді. Олар шөп арасында жатқан жемістерді аяқтарымен теріп жегісі келеді. Тапқандарын ауыздарына сала алмай қиналып жүр. Пайғамбарды көргенде жете алмай, теңселіп құлап, жатқан орнында тырбаңдап аунай берді. Пайғамбар пырақтан қарғып түсіп, олардың тұруына көмектесіп жатты. Сонда Жәбірейіл: олар пәнеде ұрлықты кәсіп еткен қарақшылар. Қолдары сұғанақ болды. Елді тонап, қан қақсатқан қара беттер. Халықтың несібесін жеке құлқындарына жұмсаған жексұрындар. Құдіретті Құдай олардың екі қолын кесіп тастап, шолақ етті. Енді бұлар мәңгі бақи тамақтарын аяқтарымен теріп жеп, осылай азап шегеді деді. Пайғамбар олардан да теріс айналып кетіп қалды. Пайғамбар әрі жүргеннен кейін тағы бір топты көрді. Олардың қол аяқтары шидей, мойындары қылдай жіңішке, бастары асқабақтай үлкен, құлақтары қалқандай болса, башпайлары талқандай, қарындары қабақтай, бұлғақтары табақтай, бұттары жарғақтай, бөкселері сырғақтай екен. Пайғамбар мұндай адамды өмірінде көрмеген еді. Есеңгіреп тұрып қалды. Сол кезде Жәбірейіл періште: бұлар пәниде біреудің наным сенімін мазақ қылған адамдар. Біреудің діни сеніміне тиісіп кекетіп мұқатқанды Ұлы Алла жек көреді. Тәңір оларды о дүниеде осы қалыпқа енгізіп, өздерін көпшілік алдында мазақ етеді деді. Пайғамбар олардан да теріс айналды. Мүбәрәк әрі өткен соң лаулаған үлкен отты көрді. Оған бір-бір қашырды жетектеген адамдар отын тастап жүр екен. Әрі отын әкеліп салған сайын зар қақсап жылайды. Пайғамбар: бұлар неге от жағып жатыр деп сұрады. Сонда Жәбірейіл: бұл Намұрттың Ыбырайымды өртеу үшін жаққан оты. Ұлы Алла ол отты көкке көтеріп, осы жерге жағып қойды. Анау жүрген топ Намұрт патшамен әскері. Олар қияметке дейін отын тасып, алауды өшірмей жандырып тұрады. Қияметте өздері сонымен азапталады. Сол есіне түскенде зар илейді деді. Пайғамбар Құдай сақтасын деп теріс айнала беріп еді. Періште: ай Мұхаммед, үмбетіңе айта бар, дүниеде жазықсыз жанға жапа көрсеткендер қияметте Намұрттың тобырына қосылады деді. Пайғамбар шошып кетіп: я жаратқан, бұл оттан менің үмбетімді сақта деп дұға етті. Жәбірейіл екеуі оттан алыстап жоғары көтеріле берді. Үшінші қаттың қақпасына жетті.